Аруақтарға арнап майдың иісін шығарып, жеті шелпек пісіру. Кейде түсіне қайтыс болған кісілер кіргенде, аруақтар үйге келеді деп сенген. Таңертең ерте тұрып, аруақтарға арнап, майдың иісін шығарып, жеті шелпек пісіріп, бата оқыған. Кейде көрген түске арнап, жеті нан құдайы пісіріп, оны бата оқыған соң таратқан. Әсіресе атам қазақ таңға жақын көретін түсті аян ретінде қабылдайды. Жақшыға жорып, сөз арнайды, ырымында жасайды. Аруақтарға арналған бата оқу. Уа жаратушы Тәңірім, ата-бабаларымызды, әкем Жағалбай, шешем Мария, ағам Самиғолла, жиендерім Айман мен Үміт аруақтарын жарылқай көр. Тәңір жарылқасын деп, екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Уа жаратушы ием, әкем Жағалбай, шешем Мария, ағам Самиғолла, жиендерім Айман мен Үміт аруақтарын жарылқаңыз. Оны өз ата-баба аруақтармен бірге бақытқа бөлеп, артында қалған елін, ағайын туыстарын, ұрпағын желеп жебейтін, қолдайтын және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп-қатерден қорғайтын күшін арттырыңыз. Тәңір жарылқасын деп, екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Уа жаратушы Тәңірім, осы қайтыс болған әкем Жағалбай, шешем Мария, ағам Самиғолла, жиендерім Айман мен Үміт аруақтарын, артында қалған ұрпағын, ағайын туыстарын, ел жұртын жарылқаңыз. Уа ұлтымның ата-баба аруақтары, осы әкем Жағалбай, шешем Мария, ағам Самиғолла, жиендерім Айман мен Үміт аруақтармен бірігіп, артында қалған ұрпақтарын, мына біздерді, ағайын туыстарын, ел жұртын, қиындықта желеп жебеп, адал ниетін және адал ісін қолдап, қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп-қатерден қорғап жүріңіздер. Артында қалған ұрпақтары, мына біздер және ағайын туыстарымыз, ел жұртымыз, халқымыз аман болсын. Жеті атамыздың аруақтары желеп жебесін және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп-қатерден қорғасын. Бүкіл қазақтың аруақтары қолдасын. Тәңір жарылқасын. Арымыз таза, басымыз аман, талабымыз таудай, арманымыз асқақ, еңбегіміз адал, жолымыз ашық, табысымыз мол, ісіміз сәтті, деніміз сау, өміріміз ұзақ, қуанышымыз бен бақытты күндеріміз көп болсын. Осы айтқандарымыз қабыл болсын деп, екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Соңынан бата қабыл болсын деп, шелпектен ауыз тиеді, аруақтарды еске алып, олардың тірі кезіндегі үлгілі істері әңгімеленеді. Қазақтың тәңіршілдік дүниетанымындағы салттар мен ырымдар ата-баба аруақтарын құрметтеуді дәріптейді. Ас беру, қайтқан адамның жақсылық істері арқылы үлгі тарататын шара екені рас. Бірақ осыны ескерсек, кейбір өңірлерде қазақтың тәңіршілдік сенім танымы ислам дінімен тұтасқаны соншалық, ас беруге байланысты арабтың сөздерінің еніп кеткенін байқауға болады. Мысалы, еліміздің оңтүстігіндегі құдайы тамақ, құдайы дегенді Шығыс Қазақстан облысында Құран хатым түсірім дейді. Дұрысы Құран хатым түсіру емес, құдайы тамақ, құдайы деп айту керек.
Тәңіршілдік дүниетанымда құдайы тамақ, құдайы беру кезінде тек тәңіршілдік жолымен аруақтарға арнап бата оқылады. Яғни Фатиха, Ықылас сүрелерін оқуға болмайды. Өйткені ислам дінінде ондай ұғым жоқ, және Құран сүрелерін тәңіршілдік салтқа тықпалау орынсыз. Қазіргі кезде өмірден қайтқан адамның 7-сін, 40-ын, жылдық асын өткізу және мазар тұрғызу жалғасуда. Бұндай салт дәстүр ислам дінінде жоқ. Ата салтымызбен бірге ана тіліміз рухани байлығымыздың негізі. Егер тәңіршілдік сенім танымға толық көшеміз десек, ата салтпен бірге қазақ тілін дамытуымыз керек. Өйткені қазақ тілі ұлттық идентификациямыз және баға жетпес рухани байлығымыздың негізі. Тілдің жандануы мен дамуы, өсуі мен өркендеуі өзімізге байланысты. Сондықтан қазақ тілін шұбарлайтын араб сөздерін лексиконымыздан алып тастау басты міндет. Мысалы, Алла емес Тәңір, Құдай. Әмин емес орындалсын, қабыл болсын, айтқаның келсін. Ассалаумалейкум емес армысың, қалайсың, амансың ба, мал жан аман ба, үй іші аман есен бе, қайырлы таң, қайырлы күн, кеш жарық, қайырлы түн. Алла разы болсын емес, Тәңір жар болсын, Тәңір жарылқасын. Әлхамдулиллах емес, Құдайға шүкір, ақи емес, бауырым. Баракаллах емес, жарайсың, иншаллах емес, Құдай қаласа, Құдай бұйыртса, Тәңір жарылқаса. Құран оқу емес, бата оқу, мүбәрак емес, құтты болсын. Никах емес, неке, халал емес, адал, харам емес, арам, рахмет емес, көп жаса, өркенін өссін, көсеген көгерсін. Үлкен азамат бол, үлкен жігіт бол, сау бол, аман бол, ісін оң болсын, биіктен көрін, талабын таудай болсын, Тәңір жарылқасын, Тәңір жар болсын, әруақ разы болсын, бай қуатты бол, бар бол, мың алғыс және де тағы да басқасы.